Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен венский вафлидің рецептісімен бөлісім келеді. Жасап көріңіздер, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы 3 жұмыртқамызды салып, оның үстінен қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап 3-4 минут көпіргенше араластырып алатын боламыз. Оның үстінен ертілген сары майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң комнатный температурадағы сметанамызды салып, барлығы біріккенше, қант ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң електен өткізілген ұнның үстінен 2 шай қасық қопсытқышты салып алатын боламыз. Ұн мен қопсытқышты жақсылап өзара араластырып, содан соң сұйық массамыздың үстінен аз-аздан салып араластырып отыратын боламыз. Бұл жерде ұнның барлығын салып жібермейміз. Аз-аздан салып, венчиктің көмегімен түйіршік қалмайтындай етіп араластырып алуымыз керек. Міне барлық ұнымызды салдық. Тағы да 2-3 минут жақсылап араластырып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай қоюлау масса шығады. Бұл кезде алдын ала вафельницамызды қыздырып алатын боламыз. Жақсылап қызғаннан соң осылай үлкен қасықтың көмегімен дайын болған тестамызды салып, барлық жағына жайып тегістеп шығатын боламыз. Содан соң бетін жауып 8 немесе 10 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің вафлилеріміз дайын, көріп тұрғандарыңыздай бөлек ыдысқа салып алатын боламыз. Міне барлық вафлилерімізді пісіріп алдық. Өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!